Сәлем қыздар, егерде сіздер менің арнама алғашқа келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Жалпы мен бүгінгі шығарылымда сіздерге өзімнің тоқып жатырған бас киіммен бөліспекпін. Жалпы барлығы оң әдіспен тоқимын бүгін сіздерге. Алдағы уақыттарда мүмкін мінекей мынандай корона үлгісін тоқуыңызға да болады. Қазір қарайын, сізге көрінсе. Мінекей корона бейнесі, мінекей мынау. Бұл күріш әдісімен тоқылған. Жалпы мынау менде жүректер. Бұлар әлі менде жуылған жоқ, бұл бас киімдер менде әлі. Сол себепті әлі қалпына түскен жоқ та. Олай болса, қыздар, кеттік. Сонымен сіздерге қазір мен өзімнің тоқыған бас киім туралы айтпақпын. Бұл менде 88 жіптен тоқылады. Менің басым өлшемі 56 сантиметр. Сонымен менімен бірге тоқыңыздар. Жалпы бұл бас киімді Ализе Салабая жібінен тоқыдым. Сымым осы менде тоқып шығуға тырысамыз. Қолыңызда ине болу керек, қайшы болу керек, крючок болу керек. Сонымен міндетті түрде қолымызда өлшейтін метровка болуы керек. Мынадай түрі немесе мынадай түрі. Егерде дайын болсаңыздар, кеттік. Жалпы бұнда мен бұны Ализе Салабая жібінен тек қана бір тіннен тоқыдым. Бұл менде мынадай жіп, жылтыр жіп. Бір тіннен тоқыдым. Жалпы екі тіннен тоқуға да болады, бірақ та онда қатты болып кетеді, қалыңдау. Маған өзі ұнайды, себебі араларында пайеткасы бар. Дайын болсаңыздар, кеттік, тоқуға бастаймыз. Әдетте менің тоқым жылдамдығым бұл емес, бірақ сіздерге анық болу үшін сіздерге осылай көрсетіп жатырмын. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Сонымен қыздар, ең соңғы жіпті тоқыдық. Мінекей сіздерге дұрыс көрініп жатыр ма, көрініп жатырған жоқ па? 89 жіп, 88 жіп іске қосылады, тоқылады. 89 жіп пен бірінші жіп екеуі біріктіріледі. Мінекей. Мінекей біріктіріледі. Теріс бұл менде оң болады. Содан соң жіпті тартып жібереміз. Одан соң ары қарай теріс, оң, қайтадан теріс, оң тоқи береміз. Келдік, теріс. Мына менде тоқыманың басталған тұсын белгілейді. Өзім қолда жасаған маркерімді қойып қойдым. Енді менде қазір көрсетейін сіздерге неше сантиметр болған. Бұл біздерде қазір 2,5 сантиметр болды. Оны міне бойына қатып қалған ештеңе жоқ. Сіз өзіңіз 3 сантиметр етуіңізге де болады, 4 сантиметр етуіңізге болады. Осының өзіңіздің талғамыңызға байланысты. Әрі қарай мен тек қана оң үлгісінде етемін. Мінекей. Тек қана оң тоқимыз. Оң тоқуды бәрімізде өте жақсы білеміз. Осылай тоқи береміз. Жалпы сіз өзіңіз білесіздер, мына жерден мысалы
мына шамадан мына шамаға дейін 18 сантиметр тоқуларыңызға болады. Немесе мына жерден мына жерге дейін 18 етіп тоқуларыңызға болады. Мына бейне әдісін өзіңіз қарап қысқайтып тоқуларыңызға да болады да, мына жерден жабуларыңызға да болады. Немесе ұзын етіп те жабуларыңызға, бұлар өздеріңіздің еріктеріңізде. Узорын салуларыңыз, немесе кешіріңіздер, жүрегі узорын салуларыңызға болады. Ал мен бұл жолы ештеңеде салмаймын. Мен жалпы тек қана оң тоқимын. Ал оң тоқу әдісімен тоқу өте тез болады. Ешқандай узор салмасаңыздар, жалпы бір бас киімді тоқуға қанша уақыт кетеді деп ойласаңыздар, ешқандай қозғалмай, көп қозғалмай жүріп, көп ештеңе қозғалмасаңыздар, бір 3 сағаттың ішінде тоқып боласыздар. Бірақ та біздер белгілі анамыз, кішкентай балаларымыз бар, үйдің шаруасы бар дегендей, әйтеуір бір күннің ішіне тоқып боласыздар. Бір бас киімді. Енді айттым ғой, ең минималды түрі 3-4 сағат. Осылай қыздар оң тоқи береміз. Қыздар, ұмытып кетпей тұрғанда айтайын, жалпы сіздер өздеріңіздің бас киімдеріңізді тоқу барысында оның ұзындығын өздеріңіз белгілеп аласыздар. Мүмкін маған мысалы, мүмкін сізге мысалы ұзын етіп тоқыған ұнайтын шығар, бас киімді киген уақытта. Немесе кішкентай қызыңызға бас киімді қайтарып тоқығаныңыз ұнайтын шығар, немесе ол сіздің өзіңіздің еркіңізде, ешқандай қатып қалған осындай сантиметрмен тоқимын деген қағида жоқ. Ол өзіңіздің фантазияңыздың, өзіңіздің талғамыңыз. Және де бір айта кетерлігі, мен бұл жіптен, салабайы жібінен 2 қатар етіп тоқуыма, 2 тіннен тоқуыма да болады. Бірақ онда ол қалың болып кетеді. Сосын кішкене қаттылау болады киген уақытта басқа. Себебі оның ішінде металлик бар. Мен оны тоқып көрдім, бірақ маған олай киген ұнамады. Сол себептен мен бір тіннен тоқуға тырысамын. Бұны қатты салқын уақытта кие алмайсыз, әсіресе күз уақытында киюге өте қолайлы. Себебі акрил жібі. Есіме түскенде сіздерге айтып қойып жатырғаным. Басқанда сіздермен қайттан қауышамын. Ал сіздер тоқи беріңіздер. Енді төбесін жабуды бастаймыз. Енді әр 10-шы ілмекті біздер әр 10-шы ілмекте біздер 2 жіптен жаба бастаймыз. Мінекей алдыңғы жағынан аламыз. Жаптық. Ары қарай 10 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Әр 10-шы жіпті ілеміз, екеуден кішкене тартып аламыз. Жіптің алдыңғы жағынан аламыз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей 10. Сөйтіп қыздар, әр 10-шы қатарда біздер жинай бастаймыз. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей 10. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Сонымен мінекей 10-шы
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей біздің бастапқы нүктеміз. Білесіздер ғой, жаңа magic loop әдісімен тоққан кезде мінекей біздерде мынау бастамасы жібіміз, мінекей іліп қойған өзіміздің маркеріміз. Ары қарай қыздар, енді осылай айтып 8 бой ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. 8 қатар ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Мен қазір 8 қатар тоқимын, сіздермен қайттан жолғамыз. Сонымен қыздар, біздер 8 бойды тоқып болдық. Мінекей қазірге көрсетейін. Мінекей мына жерден біздер жаңа қысқартқан жеріміз әр 10-шы шалуды біздер екеуден жинадық. 2 шалымнан жинадық та, әр 10 шалуды. Енді содан бері мінекей 8 бойды қатарды тоқып шықтық. Енді бізге ең маңыздысы мінекей ең соңғы маркерді іліп алдық. Енді біздер әр 2 шалым арқылы мінекей жинай бастаймыз. Мінекей 2 бірдей жіпті іліп алдық. Одан соң 2 жіпті бос тоқимыз. 1, 2. Одан соң тағы да 2 шалып, әр 2 жіптен соң 2 жіптен шала бастаймыз. Мінекей 1, 2. 2 жіпті жинап аламыз, бірге аламыз. Тағы да 1, 2. Менің қолымда бесене жоқ, 3,5-дық. Сол себептен осымен тоқып шығуға тырысамын. 1, 2. Жалпы бас киімді тоқыған кезде оны түрлі жолдары бар, жабу жолдары. Бірақ мен көбіне осы тәсілге жүгінемін. Мінекей. Сонымен қыздар, әр 2 жіп сайын 2 жіпті жай тоққаннан кейін оң шалумен 2 жіпті біріктіріп аламыз. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Мінекей. Біреу, 2 оң шалу, 2 жіпті біріктірдік. Біреу, 2 оң шалу, біріктірдік. Оң шалу, біріктірдік. Назғана алып. Біріктірдік. Біреу, 2. Біреу, 2. Мінекей. Біреу, 2. Маркерді іліп алдық. Енді біздерде
енді мұқият қараңыздар қыздар, әр екі жіпті бірге іліп аламыз. Келесі жолда мінекей екі жіпті бірге ілдік, бір оң шалу аламыз. Тағы да екі жіпті біріктірдік, мінекей тағы да бір ғана оң шалу аламыз. Тағы да екі жіпті біріктіреміз, тағы да оң шалу. Осылай тоқи береміз. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Осылай қыздар, маркерге дейін осылай тоқи береміз. Қазір мен маркердің қасына келгенде сіздермен қайтадан қауышамын. Сонымен маркердің қасына жақындадық. Мінекей. Ең соңғысы. Енді келесі қатарда біздер әр екі жіпті бір шала аламыз. Келесі тағы да екі жіп алдыңғы жағынан тағы шаламыз. Кішкене қиындау болады, бірақ тырысамыз. Мінекей. Мінекей төбеміз жинақталып жатыр, бас киіміміздің төбесі. Егер де сізде жаңа айттым ғой, 3,5 носки тоқитын 3,5 миллиметрлік сым болса, онда тіпті жақсы. Онда өте керемет, бірақ та осылай тіпті жабуға болады. Мінекей. Кішкене қиындау, бірақ сонымен келесі мына бойды болдық. Мінекей маркерді іліп алдым. Одан кейінгі қатарды да тағы да екі жіптен біріктіреміз. Мінекей. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Кішкене қиындау. Бұл соңғы жолымыз. Егер де 2,5 қысым бір жағы, мінекей ең соңғы екі жіпті біріктіреміз. Болдық. Енді төбеде шамамен неше жіп қалды екен? 10 шақты жіп қалған болу керек. Қазір санап жіберейік. Неше жіп қалса да 8-10 жіптің шамасы қалу керек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 жіп қалды. Енді осы 10 жіпті қазір біздер сымның көмегімен жинап аламыз. Ол үшін бірінші жібімізді кішкене қиямыз.
шамамен жетеді деп ойлаймын. Содан соң крючоктың көмегімен немесе әдеттегі иненің көмегімен жинауды бастаймыз. Ол үшін инеге қолымыздағы жіпті ілеміз. Содан соң енді мұқият қараңыздар. Мынау біздерде кері мына жағынан бастап ілмейміз. Жіптерді керісінше дома иненің артқы жағымен жинай бастаймын. Бірінші жіп, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-шы жіп. Мінекей. Кішкене мына нелеріміз бар ғой, моншақтарды араларындағы, солар кішкене мешать етеді, кедергі жасайды. Бірақ ешқандай қорқынышты емес, кетеді. Моншақты кесіп алуларыңызға да болады. Солай, енді теріс жағынан, мінекей дәл ортасынан алып инемізді тығамыз. Содан соң теріс жағынан айналдырамыз. Кішкене бізде жаңа үлкендеу инемен тоқығандықтан аралары кішкене ашылып қалды. Оны біздер кішкене тартып түсіп жүреміз. Қорқынышты ештеңе жоқ. Мінекей, содан соң иненің көмегімен ортасынан кішкене шират дөңгелетіп ала бастаймыз. Енді мен қолымдағы жіптің ерекшелігі орталарында пайеткалары бар да, моншақтары бар. Сол себепті мына жіппен жұмыс жасаған кезде мен мына бойындағы моншақтарды, пайеткаларды немесе алып тастадым. Себебі инемен жүргізгенде маған біршама кедергі болады. Мінекей көрдіңіздер ғой, мыналардың бәрін алып тастадым. Сонымен мінекей мынадай әдемі болып шықты, жинақталған, керемет. Осылай. Енді кішкене ғана нелері болса, мінекей кішкене дұрыс емес жерлер болса, кейбір жаңа төбек жағында жапқанда біздерде инеміздің көмегімен кішкене аралары ашылған жерлер болса, бұны біздер жуу уақытында бұның бәрі дұрысталады. Содан соң мына жаңағы ең бірінші басында біздер не істедік қой? Бастаған жеріміз бар ғой? Соны біздер крючоктың көмегімен алып жасырамыз. Оны да қазір мен кішкене көріп Мінекей. Кондиционер бар ғой, кәдімгі кір жуатын, соған салып, соған шайқап, сосын немесе банкыға кигізіп қойыңызға болады, немесе жай ғана осылай айтып горизонтальный бағытта жайып қойыңызға болады, ештеңе де етпейді. Содан соң мінекей мен сіздерге қазір көрсетем, ешқандай да өзгеріс болмайды. Бұның жуғаннан кейін де бұнда мінекей мен сіздерге
былтыр киіп шықты қызым. Бұл бас киімді ешқандай да өзгеріс болған жоқ. Мен бұны бірінші жуғанда кондиционердің көмегімен жудым. Содан соң мен бұны кәдімгі кір жуғыш машинамен жуа беремін. Неге ешқандай өзгеріс болмайтын дәлелі. Сонымен қыздар, егер де шығарылым сіздерге ұнаса, өздеріңіздің бағаңызды беріңіздер, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің комменттеріңізден мен сіздердің тоқыма өнеріне қызығушылығыңызды көремін деп ойлаймын. Сонымен қыздар, сау болыңыздар. Пока-пока.